Менің есімім Махамбаев Қосай. 1983 жылғымын. Осы Алматының тумаласымын. Осы жерде туып, осы жерде 86-шы Ғабит Мүсірепов атындағы гимназия мектебін бітіріп, содан кейін Асфендияров атындағы КазМУ педиатрия бөліміне түсіп, сол мамандығым дәрігер болады. Енді біздің жалақыларымызды білетін шығарсыз, енді өте төменгі болған соң жекеменшік кәсіпке кетіп қалдық. Газдан басталды бәрі, иә. Содан оны көріп, осы бейбіт шерулер өтіп, Ақтауда, Жаңаөзенде, одан кейін Атырау қосылды, одан кейін Орал, Ақтөбе қосылды. Ол жерде туысқандарымыз бар, біраз адамдармен хабарда болып, қалай өтіп жатыр екен, осындай тыныш, бейбіт шеру болып жатыр. Тек қана өзіміздің осы наразылығымызды айтып, осы қымбатшылықты, осы газ жөнінде. Өйткені мен мысалы ол жерде өзім болғам, біраз уақыт болғам. Маңғыстауда, Ақтөбеде менің қайын жұртым бар. 4 қаңтардан 5 қаңтарға қараған түні, міне. Сол барып, ешқандай милиция, жол жауып полиция, андай ешқандай бір төбелессіз, ұрыссыз, ештеңесіз, жай ғана бейбіт шерумен жеттік сол жерде. Восточный объездноймен Төлебеге дейін жетіп, Төлебеден Фурмановаға дейін, Фурмановамен жоғары көтерілдік те Сатпаеваға дейін, Сатпаевтан монументке келдік осылай. Ештеңе, ешкіммен ұрыспай, төбелеспей, ешқандай бір заңсыз әрекеттерді жасамай, адамдар өздері магазинге кіріп, бензоколонкаға кіріп, жолдан су алып, су өздері сондай ішіп, ешқандай бір ешкімді көрген жоқпыз сол жерде. Бір арандатушыларды ән айтып, Қазақстан алға, бәріміз біргеміз, газ елу, Жаңаөзенді қолдаймыз деп тек қана сондай лозунгтар болды. Ешқандай бір артық лозунг болған жоқ. Көбінесе біздің ән ұранымызды айтып, солы өлеңдетіп бара жатқан халық. Содан осы монументке жеттік. Монументке жеткен соң бір кезде қарама-қарсы көп адамдар келе бастады. Олар Сатпаев бойында кордон полиция тұрды. Щит, бронежилет, дубинкамен, каскамен солай тұрды да олар. Содан арамыздан біреу айтты, анаяқта адамдар, аналармен бір арасы бір жаман болайын деп тұр. Қақтығыс болайын деп тұр. Соларды барып тыныштықтырайық, жол бермейік. Соң мен де бармын арасында, бейбіт шерумен келе жатқан адамдармыз. Аналарды сабырлыққа шақырып, қойыңдар, бұл болмайды, барыңдар, монументтің қасына жүріңдер. Сол жерде шырылдап бір 10-15 минут жүгіріп жүрдік бір. Мен 15 метрді бұлай, қойыңдар, төбелеспеңдер, керек жоқ ол бізге деп, сабырлыққа шақырып тұрған кезде, сол бір уақытта атыс басталды. Атыс басталған соң, мынау әрең тұрған адамдар алдыда полициямен төбелесіп бастады. Атыс болғанда не, граната жарылды ма, оқ атылды ма, не болды? Граната жарылғандай болды да, дымовой. Слезоточивый және мына тұншықтыратын сол газ атылған сияқты, сондай дыбыс естілді мына Фурманов, Сатпаев жақтан. Енді сол атыс басталған кезде, атыс басталып кетіп, анау полиция или солдаттар ғой? Иә, сол жерден полиция жақтан. Ол кезде солдаттар болмаған сияқты, өйткені полициялар көп болды да. Содан мен өзім солдаттарды көрген жоқпын. Мен өз басым сол полицияны көрдім тек қана. Содан алдыда мына полиция, сол кордонмен, Сатпаев бойындағы кордон тұрған, солармен төбелес басталып кетті. Төбелес басталған соң көріп тұрында бір полицейскийді бірнеше адам тепкелеп жатыр да. Енді біз басқа болып тәрбиеленгенбіз да, біздің сана бойынша олай істеуге болмайды. Алдымда сол жерге
түсініп кеттім да былай, ана полицейін алдым, мен жалғыз емеспін, бірнеше адам бар оның. Ананы суырып алдық та оған қашуға мүмкіндік бердік. Соны қарасақ тағы да біреуді солай ажыратып полицияны былай құтқарып, былай ары қарай былай анау торговый центр болған ол жерде, Алмалы деген. Сол жерге барсақ бір баланы құшақтап алған бірнеше адам. Құшақтап алғанда былай анау біреулер айтады, бер ана кім еді, каскаңды бер, бронежилетіңді бер. Анау батыр бала, жоқ бермеймін дейді, ол менікі емес. Андай ұстап алған шитті. Қасына мен де қосылдым андай қорғауға. Енді халық жартылай бөлініп кетті шын айтқанда. Біреулер солай бір, енді бұрынғыны есімізде былай келтірсек, әрбір митинг немен бітуші еді. Ана келеді да, сол бір ОМОН халықты алады да, қол аяғын байлайды да, сындырады да, автозаққа лақтыра салады. Солаймен бітетімен солай адамдар соған енді андай ашу болып, соны көріп, сондайға жол бермейміз деп, солай алды да адамдармен. Енді мен оларды енді жақтамаймын, ол дұрыс емес. Менің ойымша оны ұрып, мысалы, ондай қақтығысқа барып, бірақ неден шығып тұрғанын енді түсінікті да. Ал енді біз жарты адамдар енді қорғап, жоқ, болмайды, ол да қазақ, біздің бауырымыз, болмай тұруға деп, солай шықты да, солардың арасынан мен де бармын. Енді ана баланы бір ағамен алдық, екеуміз жүр, ешкім ұрмасын деп болды, саған бір гарант боламыз дегендей былай шығарып, ана баланы аға сұрайды, қанша жастасың, 27-демін дейді, қай жерденсің, Бостандықскийдемін деп, соны алдық та былай апара жатқанбыз, қай жерге сенің керек, анау акиматтың арт жағына деп. Жақсы, былай бара жатқан кезде басымды көтерсем, байқұс полицияларды алды да анау акиматқа былай прям жабыстырып жіберді да ана стенкасына, қабырғасына. Ол выступ бар да былай сол жерде. Енді мен алдым да соған қарай жүгіріп барып, ана полицияға қол бер деп, қол берді маған, үстіне көтеріліп, мына жерде оң жағымда содан кейін көтерілген соң бір қыз тұрды, одан кейін бір бала, сол жағымда бәріміз былай кордон болып тұрдық полициямен, және мынау арандаштырушылардың арасынан дегендей. Енді олар лақтырып, ұрып, өзімізге де тиіп былай дегендей ұрғандары. Бірақ аналарды, қойыңдар, ұрмаңдар, бармаңдар деп шақырғанның өзінде екі талай болды да енді. Содан мына полицияларға кетуге аман есен ешкім, енді ол жерде мен көргенім бүкіл полициялар енді аман сау, енді ешкім өлген жоқ, қатты жарақат алған жоқ, енді ұрған енді ол рас та, енді ұрылды енді. Солай енді бердік та мүмкіншілік бұлай кетіп қалуы. Содан сол жерде сәл отырып демалған соң алдыда мына газовый гранаталар бізге қарай ұшты, мына акимат жаққа қарай. Сол жерге бізге ұшып бара жатқанда осы газ, біз түсінбедім да мен мынау не екен, өмірімде көрмеген нәрсе. Мен ешқашан негізінде не митингке, не ештеңге осындайға ешқандай бір барып, ешқандай бір сондайға қатысып деген ойымда жоқ. Мен политика араласатын, ол мен қайдамын, политика қайда дегендей ондайға жоқпыз да. Содан оны білмейді екенбіз, не екен. Бірақ оны тыныс алғанда, анау деген бар ғой, тыныс алуға мүмкін емес, бар ғой. Кәдімгідей мына жерде тұрып қалып, көзімнен жас ағып, мұрнымнан су тиіп, құсып, анау желтоқсанға дейін жүгірдік, анау бір дворға түстік, одан бұлай Сатпаевға түсіп, Сейфуллинаға дейін бірақ жеттік содан. Енді одан ұзақ уақыт андай есеңгіреп қалдық. Кәдімгідей бұлай қалып қалды да. Содан сол жерде Гелиос деген заправка бар, төмен жағында. Соған барып су сат беріңізші деген кезде ашпайды аналар. Қайтадан адамдардың наразылығы пайда болды. Ашшайшы дейді ана. Біреулер қазір сындырамыз деп. Содан бір 3-4 адам алдық та қайтадан анан қорғауға тұрдық ана Гелиосты сындырмасын деп. Ол жерде камералар болса, оның бәрін сақтап қалды. Мен айтып тұрғаным. Содан ойда қазір мыналар кетеді, енді бізге сататын шығар деп тағы да ой бар да енді шын айтқанда. Енді бірақ ашпады бәрібір. Енді жарайды. Соны Сейфуллин абайға жетіп дегендей.
Ол жерде наразылық пайда болды. Сол жерде тұрдым енді, ұзақ таксида ұстап дегендей, такси тоқтамайды ешкім, бәрі қорқады. Соң бір кезде анам звондады. Анам звондаған соң қайдасың деп мен түсіндім да, енді қазір ол кісі 73 жаста, енді жасы үлкен. Қайдасың деген соң мен қазір келем дедім да үйге. Соң жаяу кеттім. Жаяу анау Құрманғазы Абылайханов пен желтоқсанның ортасында солай жеттім де, сол жерден бірақ ұстадым да таксиді. Ұстадым, үйге дейін бардым, мамамға айттым, осылай болдым, осындайды көрдім. Я жақсы балам, бірақ енді барма, ондайға барушы болма, ол біздің өзіміздің қағидада емес дегендей. Я болды, жақсы дедік. Енді біз тұрамыз, бізде не телевизор жоқ, ештеңе, біз ондай, мысалы, ондайға қарамаймыз. Бұрыннан бір 10 шақты жыл болды, телевизор қарамаймыз мүлдем. Енді біраз айтылып тұрған телевизорден өтірік та, былай айтқанда. Сондықтан қойш басымызға жайдан жай андай нервничатпей ештеңе қарамай қояйық деп телевизор қарамаймыз да. Содан интернет жоқ, телевизор жоқ, ештеңе жоқ. Ұйықтадық, тұрдық, шайым іштім. И бір менде бесі күні кездесулер болған, бір жұмыс жайлы. Сонымен сағат 2-де шықтым күндізгі. Шығып, автобус жоқ, дым жоқ, өзім ойлаймын, мынау не деп. Соны интернет жоқ, дым жоқ, хабар жоқ, не болып жатыр екен білмейсің. Соны жеттім, анау кім еді, саяхат жаққа қарай. Жеттім, ол кездесетін адам болған жоқ. Содан қалаға кеттім, қалаға Төле би Жароковаға дейін жеттім. Ол жерде сол жұмыстарым шықпай қалды. Адамдар жүргенді, анау мыңдаған адам келе жатыр деген. Енді мен кешегіні көрген соны енді көрдім да, осы Маңғыстау, Жаңаөзенде сияқты болмай жатыр деп. Ешкім шыққан жоқ. Не әкім, не әкімнің орынбасары, не мысалы бір беделді адам ешкім шыққан жоқ та. Бұлай айтып, не айтқыларың келіп тұр, анамны. Сразу не басталды? Атыс басталды. Атыстан кейін қақтығыс басталды. Міне. Енді жас адам емеспіз дегендей. Түсініп тұрмыз, мына жерде ешқандай бір дискуссия болайын деп тұрған жоқ, анау Ақтауда сияқты. Ақтауда қалай болды? Әкім шықты, облыстың әкімі. Тыңдады, айтты, болды, шақырайын деп. Содан кейін өкіметтің өкілдері келді, переговор басталды, анау-мынау келісімге келді, газдың 50 теңге бағасын берді. Ал мына жерде қалай не болды? Ешкім шыққан жоқ. Ол кездегі әкім Сағынтаев, Бақытжан Сағынтаев жоқ, зам жоқ, ешкім жоқ. Не болды? Гранат болды. Атыс болды адамға қарай. Тоқтамай, мен анау Сейфуллин Абайда 3-ке дейін тұрдым ба? Мысалы, сағат 12-де басталды ма атыс? 3-ке дейін тарылдатып, автоматтан атқандай болды да, анау газовымен бірақ. Та-та-та-та, та-та-та-та-та-та, та-та-та-та-та, тоқтамай, осылай 3 сағат бойы газбен атты халыққа қарай. За болып, соған жүгіріп, енді сондайды естідік, бұлай көрдік дегенде шеттен. Сондайды көрген соң қайдағы? Оған ештеңе болды, осы сонымен бітті деп. Сонымен бір попуткалар айтып, аға отырыңыз, жетіп алыңыз, анау баратын жеріңізге дейін. Соған барып, бүкіл жол жабықта не болды? Төле биден Байтұрсыновқа дейін, Байтұрсыновтан Шевченкоға дейін, Шевченкодан Фурмановқа дейін, Фурмановтан тура Сатпаева Фурмановға дейін. Басқа бәрі жол жабық анақта. Тек қана бір андай ағыс сияқты болды да, сумен бара жатқандай болды, басқа ешқандай бір. Соң келді, анау айтып тұр, мен келдім дейді, бір жерге. Жарайды деп, шықтым, қарасам, адам деген мың. Ана жерде түкіретін жер жоқ та енді, адамдың көптілігі сондай енді. Менің енді впечатлением бойынша бір 100 000 адам болған шығар сол жерде, алаңда. Оң жаққа қарайсың, анау монумент, адамдар деп тұр. Сол жаққа қарайсың, анау Сатпаевтан Достыққа қарай, ол жерде, ана жерден енді мен өзім қазір ғана машинамен келдім, адамдар мың келе жатыр.
жоғары қарай көтеріліп бара жатыр. Енді ұяты бар жоқ дегендей, енді қысылып, енді бір дәрет сындыратын жерді іздедім енді. Содан іздеп, былай жоғары қарай сол жақпен көтеріліп, былай музей жақтан забор, бұрынғы ЦСКА деген бар да, сол жермен көтеріліп бір сондай жерді таптық та, сол жерден сындырып, қайтадан былай оралып бара жатқан. Қайтадан атылмай ма анау газ? Атылып, газ атылып, және андай қарудың, автоматтың дыбыстары шығып кетті андай. Та-та-та деп. Содан ой, енді қашпайын ба? Енді қашайын дегенде, бір 5 метр тұрған жерден бір бала алды да құлап қалды аяқта. Жас бала бір. Әлі көзімнің алдында тұр ана бала бар ғой. Жас бала. Содан жүгірдім анаған қарай, балаға. Подсознательно дегендей бар ғой бір. Көтердім, қасымда тағы да бір аға сол жерде тұрды. Көтердік та, көтерген кезде өзім құлап қалдым да, құлаққан соң әбден құладым да. Бір кезде мені сүреп әкеле жатыр, өзім түсінбей қалдым, андай обморок сондай состоянияда, енді бас айналып дегендей. Мен алды да кетейін деп жатқан бір газельге естуім бар. Ей, тоқта деп, тоқтаңдар деп айқайлап, анам тоқтатып алды да, ол жерде адамдар жатыр екен, бір 10 шақты адам. Оны үстіне лақтырып жіберді. Соған бара жатқан кезде мына жерден бір су ағып тұрма, бір нәрсемен былай қарасам, оң жағым қолымда қарасам, қан ана. Түсінбей қалдым өзім, мынау не деп. Соң 5-ші мына челюстно-лицевой хирургия достықта больница бар, сол жерге алып келді. Сол жерге алып келгенде анау приемный покойда мынандай жай столдар бар, тұр осындай. Сол жерге жатқызды мені, бір мына орындықтарға тағы да бой жатқызды. Мына жерде тура мына жерде бір орыс еркегі менімен қатарлас жатыр. Оған реанимационный помощь жасады. Соған қарап тұрдым да, енді өзіме мән беріп тұрған, анауын жасап жатыр енді, өлейін деп жатыр. Бір жарты сағаттай ананы реанимационный мера жасады енді. Артында мерт болып қалды ана орыс. Аяғымның астында бір қазақтың баласы жатыр. Оған бір 3-4 адам келді. Дейді, ол кетіп қалды дейді, болды дейді. Ол марқұм болып жатыр. Ана мен құтқарайын деген бала ол да мерт болды енді. Бір көзімнің алдында бір 3-4 адам кетіп қалды бар ғой. Түсінбей қалдым. 5-і күндіз сағат 3:30 кезінде сондай мен мысалы сол жерге болған зат мысалы. Содан бізді алды да 12-ші орталық горбольницаға алып келді. Сол жерге алып келді, сол жерден перевозкамен алып келді. Сондай перевозкалар бар да, өзінің скорый сияқты андай. Сол перевозканың өзінде мені артқы сиденьеға отырғызып, багажникке тағы да 2 адамды міне салып алып келді. Сол жерден тележкаға, андай каталка. Сол жер коридорға апарып, сол жерде жаттық енді. Өлгендерді алып келді ол жерге. Сол жерде біраз уақыттандай адам көп деген, масқара көп енді. Әкеліп атыр. Енді өзімде көргенім бар, тірілерді оңға қарай, өлгендерді солға қарай былай. Солай енді. Содан сағат 5-те алып келді мені. 12-ші горбольницаға сағат 5-те алып келді. Кешкі 5-те. Содан кейін біраз уақыт енді сол жерде бір 3-4 сағаттай ма солай диагностика жасаймыз дегенше андай қан алып, ПЦР тест алып, сондай перевязка жасап, сондай ол жердің бүкіл осы қазіргі мына беріп атқан
интервьюмен былай рахметін айтқым келіп тұр да, сол 12-ші горбольницаның врачтарына, хирургтарына, ортопедтеріне, осы мына медсестраларға, санитаркаларға, әсіресе мына санитарка мен медсестраларға, өйткені олар енді кәдімгідей жанашырлықпен жасады да бәрі. Тек қана емес, андай біздің жұмысымыз дегендей адами жанашырлықпен жасады, соларға алғысымды білдіремін, рахметімді айтамын. Содан кейін мына карантинге жатқызып қойған. Карантинге жатқызып, алдын ала мені 2-ші этажға карантин. Маған 3 оқ тиіпті. Біреу мына сол аяғымның өкшімнен артынан кіріп, былай шет жақтан шығып кетті. Сол аяғымның мына жерде ляшкама кіріп шығып кетті. Және оң жағымда мына жерде тазобедренный суставтан тура ортасынан кіріп шығып кеткен ғой. Бір Алланың қалауымен ешбір сүйегіме тиген жоқ, тамырыма тиген жоқ, не нервіме тиген жоқ та. Кірді, шықты. Бірақ соның өзінде мен мына оң аяқпен бұлай не оңға, не солға, не бұлай ештеңе көтере алмайым, қозғалта алмайым. Мына аяғымда 2 оқ, о да 2 аяқпен жатып қалдым, кәдімгідей қозғалмай. Кішкене қозғалтса болды, ауырады, шыңғырам ана жерде. Деп. Өйткені мынау каталкадан былай жатқызады, содан қайтадан көтереді. Сол өзі бар ғой, кәдімгідей анау қиналып кетесің да. Су ақып кетеді ғой, сондай ауырғаннан. Маңдайынан терін су, мына қара суық тер дейді ғой, қара тер, сол ақып кетеді ауырғаннан. Содан карантинге апарып, сол жерде жатқызып, содан кейін, содан шығартып, қайтадан апарып, содан кейін андай ушивать етіп, анау жараланған жерлерді. Сол жерде мен сол түні мүлдем ұйықтаған жоқпын. Сол жерде запись болу керек, маған бірнеше обезболивающий салды, ЭКГ әкелді, жүрек жаңағынан шаншып, ұйықтай алмай. Әрең содан кейін таңертең келесі күні сағат 9-10-да ма 6-сы ортопедия бөліміне ауыстырды. Ол жерге ауыстырды. Сол жерден ана шовтарды алып тастап, мына оң аяғым ісіп кетті кәдімгідей. Анау қан жиналып, міне сол қайтадан рахметімді айтып, мына врачтарға, олар алды да ана қанды мына жарақат болған жерден, ол жерді шығарды, енді кәдімгідей перевязка жасап, бәрін істеп, енді солай 8-не дейін қарады бізді сол жерде. Қарады. 8-і жатырмыз, капельница қойып қойған. Бір кезде маскамен, автоматпен кірмей ма палатаға? Стоять, не двигаться деп. Анау деп. Содан түсірбей қалдым өзім. Бір қолымда капельница. Алар не? Өздерін таныстырмай, ештеңе айтпай, кім екен, қарумен. Содан алады ана кроватьты сындырып бастайды. Өзім ойлаймын, мен мыналар госимуществоны сындырып, мыналар кім деп, өзім мыналар естіп атқанымыз телевизорден террорист деп, мыналар террорист па деп ойлап қалдық та, мыналар кім, енді кроватьты сындырып атыр аналар. Шығармақшы болып, мына жерде борт қой бұлай. Соны аша алмайтын, содан бір кезі алды да лақтырып жіберді кроваттың. Жоқ, мені алды да кәдімгідей екі жақтан былай жерге қалай лақтырып, теуіп, автоматпен ұрып бастады. Сендер дейді террористсіңдер, түсінбей қалғансың ғой, қайдағы террорист деп. Ұрып атыр, бір ауыз сөз айтуға бермейді. Солай алды да коридорға шығарып жіберді. Коридордың енді аяғым жүрмейді. Жүр дейді, мен айтам, менің аяғым екеуі де жарақат алған, мен жүре алмаймын. Міне, онда жорғала деп тұр да. Жорғалап, әрең, анаяқта жорға алды да алып, менде футболка, и так өзі сол жыртылайын деп тұрған футболкадан бұлай
сүйреп былай коридормен, одан кейін қайтадан жорғала деп, соны жорғалап, содан кейін солай алды да автозаққа дейін жорғаладық, солай міндік. Сол кішкентай өзі 5-6 сиятын адамның ішіне 15 адамды бірақ кіргізді сол жер. Бір-біріміздің үстімізге аяқта қарамай, кім, не, қалай. Қасымда жатқан бала, мысалы, оның аяғы открытый перелом, сол жағы, сол аяғы, латеральный, радиальный сүйектері екеуі де сынған, мүлдем былай жүрді енді өзі. Ол біразы бар сондайлар енді. Сол жерге кіргізіп қойды анау авто. Бірнеше автозак тұр сол жерде. Бір кезде айтады маған, кімнің екі аяғы жаралған? Енді бізге айтып тұр да. Мен айттым, менде екі аяғы жар. Қайтадан шығарды мені. Қайтадан шығарды да, енді кресло каталкамен апарды. Енді ана кім айтады, палатаға кірейін дегенде, орын бар дейді да. Қайтадан апарып, үшінші машинаға тығып қойды мені. Сонда енді өзім ойым бойынша сол жерден бір 45 па 40 адам сондай шығарды бізді, сондай жарақат алған. Тек қана 12-ші горбольницадан. Sonra үшінші автозаққа отырғызды сол жерден. Енді мен бір сондай бар да, мен тік қараймын да көзбен. Содан бір анау ОМОНовский былай тік қарап тұрған кезімде айтады, не қарайсың дейді да маған. Соң клетканы ашты да, мына автоматтың стволы бар емес па, дулы ше, сонымен маңдайымнан ұрады да қара дейді маған. И солай бір 10 рет тұрған шығар, шекемнен бар ғой, былай. Кәдімгідей із қалып қалған мына жерде. Соң қара дейді да, андай. Сендер дейді террористерсіңдер, шық деп қаруын, қазір сендерді барып өлтіреміз дейді да. Сонымен бір жерге бара жатырмыз, болды. Енді өлтірсе өлтіретін шығар деп енді келе жатырмыз ғой дегендей. Аяқта бізді боқтаватыр, айтыватқан. Енді мен екі аяғым ауырып, бір баланы былай аяғынан ұстап, әрбір кочканы сезіп отырсың аяқта, аяғың ауырып. Содан кейін ол баланы кездестірдім, мен айтады, сен ғой мені ұстап тұрған дейді да, аяғымды қысасын дейді да, қысасын. Мен шыдап отырмын сен қысқаныңды дейді да. Бірақ түсініп отырмын ауырып атқаныңды дейді да. Содан бізді мына ЛА-155 дроп 18-ге алып келді. Си-18 дейді оны. Соған алып келген кезде, айқай-шу басталды. Мыналар түсіріңдер, террористерді зорлап атқандарды бетонға жатқызды, алды да шешіндіріп бастады бізді. Шешіндіріп, біреулер жалаңаш аяқта, труси жоқ. Жалаңаш кәдімгідей. Гипспен жатыр аяқта. Жатқызып қойды бұлай. Үстімізден тұрып, кәдімгідей секіріп атыр да бәрімізді. Басыңды енді көтерейін десең, басыңды мыжып етіп, былай, көтермеңдер бастарыңды деп. Кәдімгідей солай. Бір жарты сағаттай жаттық сол жерде, бетонында. Содан кейін кіргізіп бастады бұлай. Бұлай түстік, бұлай. Лестница, баспалдақ. Содан жорғалап келетсің ғой енді, басыңды көтермей жатсың. Басыңды енді көтерген кезде таң құрып бұлай. Екі жақтан тұрып алған олар бұлай коридорда. Андай берцевый тек қана сол аяқ киімдерін және мына камуфляжкада болғандарын соны ғана көріп тұрсың, болды. Аяқта жорғалап келатсың да бұлай. Әрең, дыхалкаң жоқ дында. Оның алдында болды уже. Содан теуіп атыр, екі жақтан ұрып атыр, арқадан, бастан, және тез деп. Сон бір круг жасап, одан кейін мініп, жоғар жаққа бұлай, кәдімгідей ұзақ жолға. Сон жоғар жаққа бұлай баспалдақпен бұлай жорғалап көтеріліп, оны ұрып, бір комнатаға кіргізді. Ол жерде енді ұрғанда бүкіл почкемді ұрып бастады да сол жерде. Содан кейін бір осмотр болып, әйел адамдар бар, халат киген. Айтып маған, мынау зорлады дейді, 7-ші горбольницаның мынау зорлады деп бір нәрсеме сондай да айтып жатыр. Мен зорлаған емеспін, мен өзім дәрігермін деп айтып жатсың да аналарға. Бірақ естігісі ештеңе келіп жатқан жоқ ешкімге аяқта. Соны шығарған соң мына адамдар бұлай жатыр да енді коридорда.
бас дейді да мыналарды, бас, бұл ОМОН дейді, бұл анау кім еді, әскер дейді да, бас олар дейді да. Мен өзім мысалы, полицияларды қорғап жүрген адам, маған олар жау емес та былай қарағанда, мен бәрін түсініп тұрмын да. Біз өзімізде мысалы медиктер, міне военный обязаны, өзімізде сондай присяга бергенбіз дегенде, жоқ, адамдарды сәл аттап былай шекпен өттім да, бірақ ұрып жатыр, анау айтып жатыр. Содан кейін қайтадан мына баспалдақпен 4-ші этажға көтеріл. Сол тағы да бір этаж көтерілем. Болды, жоқ, күш жоқ, шама жоқ. Бір кезде пешімнен 3 рет тепкен шығар. Тыныс ала алмай. Қазір дейді, көтерілмесең өлесің дейді. Енді анақта әрең 4-ші этажға міндік. Бізге анау сол жердегі адамдар ставка қойып тұр да. Мынаның екеуі қайсы бірінші жетеді деп. Кім соңғыларын жетсе дейді да, сол таяқ жейді дейді да, енді тезірек жүріңдер деп. Мен және мына жерде Әрекең 74-ші жылғы Арман бала болғанда еркек қой, анау 40-тан асқан. Оның аяғы сынған. Екеуміз кірдік, содан кейін ары қарай кірді, полға жатқызды, айтты, болды, жатыңдар осы жерде, қозғалмаңдар деп. Ана камераң деген бар ғой, мұздай ғой, суық, далада сияқты. Осы жерде бір кезде біреу сұрады, туалетке баруға бола ма деді. Осыдан қозғалсаңдар дейді, өлесіңдер дейді. Бұттарың астыңа сиіңдер дейді. Енді жаттық сол жерде. Жаттық, не болса да қорқып, бардық туалетке, сол жерде таяқ жесек, и так жеп жатырмыз ғой деп. Сол, мені мысалы, рахмет сол жердегі балаларға, екеуі көтеріп, апарып, сондай түсіп, ағаларымыз бір жерден бутылка тауып, су алып, сол жерден раковинадан ішіп, солай жатып, сон бір камераға жинады бізді бәрімізді. Жинатта сол жерден бір-бірден шығарып бастады. Сол түні. Түн уже. 8-нен 9-на қараған түні. И допросқа шығарып атқан түсіндік та, өйткені ай-хай деген анаяқта. Айқайлап жатыр, шырылдап жатыр, біреулер жылап жатыр кәдімгідей. Сондай допрос өткізіп жатыр анаяқта. 8-нен 9-ға. Соңында енді біз бұлай жатырмыз, бізге келді. Айтып тұрды енді, кім анаяқта алаңда болды деп тұрды. Мен көтердім қолымды, мен болдым деп. Жүр дейді да. Қалай болдым? Айттым, осылай болдым деп. Бір кезде, мына жерге отыр деді да, анау кроваттың қасынан былай отырдым да, мына темір жағынан отыр деді да, бұрышынан. Келді да басымнан, шашымнан алып былай. Танк деп ана, кім еді ата, кроватқа басымды ұртты, пароль дейді от телефоны. Айта салғансың ғой, 4.0 деп. Енді, менің телефоным ескі, гигабайт аз, видео түсірген жоқпын. Бұлай да сұра салса да болады да, мен айтып беруші едім. Мысалы, ештеңе жоқ анаяқта, мен білем да. И так, мен тек қана сол жұмысыма керек заттар бар да, қалған ештеңе жоқ. Мен өзім ондай блогер емеспін, тағы да бір нәрсеме емеспін, ондай түсіруге ондайым жоқ мысалы. Ештеңе бір сырым жоқ менде. Жай қарапайым адамбыз біз. Өзіміздің тіршілігімізді, нәпақамызды тауып жүрген адамбыз. Содан бере салғансың, сон келеді, нау не дейді, бұл осындай дейді. Дейді да, болды, кете салды. Айтам, екінші телефоным жоқ деп тұрмын. Екінші телефонымды және 12.000 теңгемді. Мына маскада болған собырма, амонба солар алып кеткен. Лифтта ұрып, қалтамнан 12.000 теңгеді. Басында сал деді да маған 12.000 теңге. Мына кроваттың астында болған. Соның қалтама салғам, соның лифтте алды да, как андай крысада мышка сияқты бар ғой, лифтте камера болмасын деп өздері де біліп тұр ғой, сол алып алды да 12.000 теңгемді. Мені террорист дейді, мені бір нәрсеме дейді, өздері ұрлық істеп жатыр менен.
тағы да бір телефонымды алып кетті. Ол жоқ. Оны қазір ала бұйыртсам барып заявление жазам. Содан допрос өткен соң бізді басқа бір 272 деген камераға сол жерге кіргізді. Ол камерада екі терезе, 10 адамдық камера, 17 адам болып жатырмыз сол жерде. Полда. Бүкіл кроваттар темір. Не матрас жоқ, одеял жоқ, ештеңе жоқ. Міне. Өзде ол камерада ешкім болмаған сияқты, өйткені біз паутина көрдік та, андай. Паутина көп болды. Соның бір терезесі былай қақ екіге бөлініп былай по диагонали былай сынған, екінші терезесінің форточкасы жабылмайды. Мүлдем жабылмайды. Анау есікті ашса темір сразу ашылып кетеді. Анау біз сәл картонка қойып былай жауып тұрғанбыз ғой. Сәл ашылса болды, сквознякпен анау ашылып кетеді. Сонымен жатырмыз, анау батареяға былай. Батарея қатты ыстық емес, соған былай бәріміз бір-бірімізге қысылып жатырмыз да, бір кезде кіреді. Ей, дейді, сендер жатсыңдар анау батарея. Шыңдар мына жерге ортаға деп. Одан да былай ортаға барып дірілдеп жатырмыз анаяқта. Біреулеріміз жалаңаш, бір бала. Мен тағы да бір бобочкам болған. Соны шешіп тастаған кезде былай содан кейін қолыма лақтырған, солай келсем, жалаңаш жатыр да ана бір бала. Кәдімгі даже труси жоқ та анау. Айтады, брат дейді, маған берші, қарашы түрімді дейді. Алдым да ана бобочкамды анаған бере салдым. Жамылып жатсын да, хотя бы ана әуретін жауып дегендей. Біреу андай алды да халат, одноразовый халатты алды да труси сияқты былай байлап қойған. Енді жартымыз жалаңаш, жартысы былай бір простыня алған. Ол простыны үшке бөліп былай адамға таратып бір-бірімізге андай жанашырлықпен көмектесіп бастады сол жерде енді жай. Соны жатырмыз. Аналар 15 минут сайын кіреді, қорқытады, қарайды, ұрсып кетеді. Сонымен не келесі күні не тамақ жоқ, не одеял жоқ, не матрас жоқ, дым жоқ. Әр 15 минут сайын аналар кіреді, ұрады, соғады. Бір нәрсеме ұнап қалмаса болды, келіп ашуын бар ғой. Кәдімгідей сондай допросқа дейін, допрос 11-12 числоға дейін екінші допрос болды бізде. Соңға дейін ұйқы бермей, түні бойы, күні бойы ұрып соғып, әр 15 минут сайын сол жерге кірмей ме бізге камераға. Бір өтірік айтпасам, сол 11 күні ма бізге матрас берді. Матрас берген кезде анау кроватқа қойғанда ол жерде былай темір былай да ұзағынан. Анау матрас алады да соның арасына құлайды да, сен сол матрастың темірдің үстінде жатқандай боласың да. Біз алдықта екі адамнан қосылып бір-бірімізге жабысып, ана матрасты біреу астымызға, біреу үстімізге осылай жабысып жаттық сол жерде. Сонымен допрос 11-нен 12-ке дейін түні алады, подвалға кіргізеді, подвалда допрос өткізеді. Мен 3,5 сағат допрос жасаған, полға отырғызып қойғам, өзім ашық рана менде. Анау жарақаттарым ашық, қан ағып жатыр мен. Күні бойы сол жерде. Бір дәрігерлер келіп, бір нәрсеме істеп жатып, жай для галочки бір 3-ші күні ма перевязка жасады да, былай жаба салды. Дым қараған жоқ та, андай обработка жасау деген жоқ та, мүлдем. Соны допроста, анау-мынау, мен допрос беріп атсам, ұйықтап атырым да, кәдімгі допроста былай малдас құрып отырым. Соны ұйықтап қалып атырым да, анау мені оятып, дейді, тұр, Махамбаев, дейді. Айт, мынау қалай болды деп. Осылай болды. Жоқ, олай болған жоқ, осылай болды дейді да. Мен былай айттым да, жоқ дейді, осылай. Аяқтан шыңғырып атқан, айқайлап атқан дауыстарды естіп, мақұл, солай болды деп атсын да аяқта. Кәдімгі. Енді қайтадан таяқ жегін кім келеді енді, мысалы, мен и так бар ғой, туалетке барсам, қанмен сем, қанмен қақырам. Мен пешімді әбден аның 3 удардан кейін кеткен менде. Оның алдында қанша ұрды. Бірақ анау қатты ұрып жібергенде, енді точечно ұрғанда пешімнен. Содан 2 апта
қанмен сидім, қанмен қақырық түкірдім сол жерде. Содан допрос анаяқта өтіп 3,5 сағат. Не сұрайды сонда? Не айтты? Не деп боқтайды? Боқтағанда айтады. Мен айтып тұрмын, мен осы жерден құладым десем, жоқ дейді, сен резиденцияның астында болдың дейді. Мен айтып тұрмын, мен анаяқта болдым. Жоқ, сен былай қарай болдың дейді. Сені кім шақырды дейді. Кімнің артынан кім ақша төледі, сен террористсің дейді, сен андай вахабистсің дейді. Анау мынау, жоқ, мен ондай емеспін десем, жоқ дейді, сен сондайсың, анау мынау, осылай. Сондай допрос өтіп жатыр да. Өзім айтып тұрмын, мен больницада ұйықтаған жоқпын. Мына жерде ұйқы берген жоқ. Енді ұйықтайын десең, аналар кіреді. Тұрыңдар дейді. Тұрмасаң, ұрат кәдімгідей, бар ғой. Содан допрос өтті солай, екінші допрос. Әкелді, әкелген соң, сол келесі күні расы керек, доширак берді, тамақ берді. Күніне бір-ақ рет тамақтандырады. Бірінші, екінші күн мүлдем тамақ жоқ. Матрас та жоқ, ештеңе жоқ. Одан кейін доширак әкелді. Ештеңе жоқ, су жоқ, тамақ жоқ, су тек қана сол, анау краннан бір бутылка бар, сол баяғыдан бізге жүр. Содан тағы да бір бутылканы сұрап алдық, біреу берді, енді расы керек. Бір бутылка су үшін, екінші бутылка дәретті бір екі жүретін бір ағамыз және бір бала жүре алады. Ол әрең жүреді да, өзі инегі жоқ, аяғынан нервісінен жарақат алған гранаттан. Сондай бала, бірақ жүр да енді, қызмет жасап жүр. Дәретімізді бір бутылкаға дәрет сындырамыз, оны төгеді, екінші бутылка су ішеміз. Болды. Содан допростан кейін бізді төменге қарай түсіріп, жоқ, 14-ті бізді төменге қарай түсіріп, сол күні сот болады бізде. Сот болады, сол жерде уже медиктер нормальный келіп, адвокаттар келіп, 12-сі мемлекеттің адвокаты қағаз берді бізге. Мына қағазға қол қойыңдар дейді да. Былай адвокатқа қарасам, дейді, қоя бер дейді да. Одан кейін білдік қой, бізді якобы 11 күні алған сияқты да. Анау адвокат, деп тұр да. Сөзім жоқ та, мына система деген сұмдық зат екен бар ғой. Ешқашан өмірімде мен түрмеге отырып, бір нәрсемен бір қамалған адам емеспін, ешқашан, бір учетта тұрған жоқпын мысалы. Бірақ ана әділетсіздікті көрген соң бар ғой, әбден андай бір разочарование болады ғой, кәдімгідей мына әділетсіздікті көрген соң, ана адвокат бар ғой, қалай дейді да, мысалы 11 күні кәдімгідей қоя бер дейді да. Соған енді қойып, содан кейін якобы не дейді да, анау бір 2 минут сөйлестік па, сөйлескен жоқпыз ба, болды, алып кетті, мынау сенің адвокатың деді да, содан кейін алып кетті қайтадан. Оған жетуің қайғы, анау бар ғой, астыға түсіп, аяғың жүрмейді, тек қана бір мынау носочкпен секіріп, анаяққа түсіп, солай көтеріліп, барып келгенше өлесің анаяқта кәдімгідей бар ғой. Оған содан келесі күні қайтадан сол үшінші допрос. Содан біреу мені танытты да айтады, мынаның әңгімесі 3,5 сағат дейді да, болды дейді да, отказсың ғой мынау екінші допростан. Сол допроспен тұра бересің ба? Анау адвокатты қайтадан шақырып келді. Дейді да, қайтадан бар ғой. Дей салған соң енді. Мен юрист емеспін, ешқандай бір оның білімім жоқ дегендей. Қол қоя бересің анықтап. Болды. Айтпесе ұрат, не істейді олар? Олардың айтқанша істемесең, істейтін амалдары бірақ қана, ұрат да. Міне. Содан 14 күні менің анам, достарым маған адвокат жалдапты. Олар таба алмай жүрді. Қайықта бұл деп. 14 күні адвокатым келді. Адвокатым келді, былай тыңдап, бір жарты сағат, 1 сағаттың арасында сөйлесіп, танысып, айтып, болды, сен осылай айт, былай анау істе дегендей, сәл сол айтып тұрмын ғой, бір ұзақ емес, бір жарты сағат па, соң соттың алдында 14 күні бізге сот өтті.
сотқа кіргізіп, сот прокурор айтты анау мынау деп, міне адвокат айтты, міне. Соттың, прокурордың аты жөнін білесің бе? Әйел адам болды ма? Ер адам болды, бір менімен қатарласпа, менен бір 2 жас па, ана кім аты сот. Прокурор жас бала, бір 30-дың арасында 2 еркек, 3 еркек қой, сот ер адам, прокурор ер адам. Міне, тұрды да маған айтты, осындай мен айтылып жатыр, 272-ші 2, міне, сомен мен айттым да, қайдағы мен ештеңе ондай істеген жоқпын, мысалы. Бүкіл камера қарасын, бүкіл телефон не табат, бәрін қарасын деп тұрмын. Мен оған 2 қолмен, керек болса 2 аяқпен, деп тұрмын да, тапсын мен бір нәрсеме сон 272-ге бір нәрсеме істегенімді. Таппайды ғой, таппайды. Өйткені ештеңе оны істеген жоқпын, ешбір бұзушылықты. Міне, бір анау мынау ештеңе айтқан жоқпын да. Істеген сол полицияны қорғадым, және ана құлап қалған, мерт болған балаға көмек жасаймын деп болды. Істегенім сол да енді. Соны ештеңе қараған жоқ та, бір 3 минут болды ма сот сұрады мен қалай болды, айттым да осылай болды. Соны түрімізді бәрін көріп тұр ғой, қандай күйдеміз, қандай түрдеміз. Айттым осылай. Менің тәтем, оған рахмет, өзінің пәтерін қойып, залог, имуществомнан под залог шығарыңыз деп, өзінің пәтерін беріп тұр. Өйткені олар менде күмән жоқ қой, мен түзу жүрген адаммын, ешқандай бір ешқашан бұзушылық жасаған жоқпын, ешқашан ондайға барған жоқпыз да, мысалы, соған пәтерін қойып тұр да, уверен да, мен ешқайыққа кетпеймін, қашпаймын. Қайдан қашасың? Қайыққа қашасың? Жарайды, бір нәрсеме болсаң артынан мүмкін біреу қашатын сияқты, бірақ мен тазамын да, не үшін қашып? Бірақ ештеңеге қарамастан алды да 2 айға санкция беріп жіберген. Пытырлап бәрін солай ғой. 3-5 минут. 272-2. Бәрі жарақат алғандардың бәрі сол да. Содан сот алды да қайтадан камераға апарып тастады. Камерадан апарып тастаған соң бізді түні қайтадан 14-15 қараған түні Си-18-ге қабылдап алды. Қайтадан астыға түсіріп бір жерден. Отпечатки алып, түсіріп бізді. Анау-мынау жасап, оның алдында жасады бізді. Тура қайтадан жасады. Содан ол жерден соның бәрін жасаған соң қайтадан камераға, ең келесі күні 15 күні таңертең қайтадан ең басынан бір жүрген адамдар болатын. Біреусі маска киіп, біреусі маска кимей. Олар содан кейін көрген жоқпын мен. Алды да біздің камерадан 3 баланы алып шықты. 3 баланы алып шықты. Содан кейін мен сол дәрет сындыруға барғам, сол дәрет сындыратын сол қапастың, кім аты, есіктің қасында, сол жер келді маған да тұр. Сен не тұрсың дейді да, жүр дейді да бізбен бірге. Мен алып кетпекші болғанда, мен енді жорғалайын десем айтты, не істейін деп отыр? Мен айтты, аяғым жүрмейді, маған көмекші керек дедім. Онда отыр, қазір сені де алып кетеміз дейді да. Отырыз. 1 сағаттай отырдым сол жерде күтіп, қашан мені алып. Енді ана 3 баланы алып кетті, таңертеңнен бері. Жоқ. Бізді айтып тұрмын, күніне 1 рет тамақтандырады. Кешке қарай біріншісі келді. Ол жас бала. Келіп тұр. Түрі деген өңіп кеткен андай. Кім деген бала? Аман деген бала. 2000 жылғы. Батыр болатын бала негізінде. Ақмақтықпен түсіп қалды да ол. Түрі мына, көзінде жан жоқ. Отырды да
ең бірінші айтқан сөзі өмір сүргім келмей тұр деді. Содан кейін оған су беріп, анау-мынау жұбатып, былай құшақтап. Мен мамандығым дәрігермін ғой. Сол жерде бәріне шамам болғанша көмектесіп жүрмін. Перевязка жасап, түсіндіріп, анау-мынау айтып, енді жұбатып, сабырлыққа шақырып адамдарға. Болды, түскен басымызға сынақ. Не істейміз деп, дұғада болайық, Алладан сұрайық. Алла шығартпаса бізді осы жерден ешкім шығармайды деп. Содан ана баланы өйткені естіп атқан бір-ақ сөз ғана ғой. Біз террористпіз. Біз зорлағанбыз біреуді. Оказывается, ол болған жоқ та. 7-ші горбольницаға ешкім олай кірген жоқ, ол жерде ешкімді зорлаған жоқ та. Ол өтірік әңгіме екен. Ол мен шыққан соң білдім да. А бізді сол жерде болған айтып жатыр да. Бірақ ол 7-сі болған оқиға, қаңтардың 7-сі. А біз 5-і күндіз уже больницада болған. Енді мүлдем бір логика сыймайтын зат та енді. Миға сыймайтын зат. Сондаймыз да біз. Біз зорлаған, біз террористпіз. Сондаймыз деп. Біз тек қана сол деп жатыр да, бәрі. Перевязка жасайтын әйел, анау медсестра, врач, солар айтып атқандары, сендер сондайсыңдар дейді. Мойында дейді соны. Анау кім айтады? Ұрып атқандар сол айтады. Психология келетті түнде айтады, сендер осындайсыңдар, анау-мынау біреулер якобы түсініп келетті, сендер болмағанда бізді атты, битті, сүйтті, сендердің кесерінен біз осылай болып қалды деп, бізді әбден анандай бар ғой. И ұрып атыр, и психологиялық, моральдық анандай давление жасап атыр да. Бүкіл сол 8-нен 15-ші қаңтарға дейін болған затта, мысалы. Содан жұбатып айтсақ, бізді дейді бір жерге апарды дейді. Апарды, кабинетке кіргізді, айтты. Допрос дейді, айт енді болған затты дейді. Енді айтайын деп атқанда, анау боксерский перчатка киіп алған, ұрып бастады дейді. Тоқтайды, жалғастыр шаш дейді, енді айтайын десең, қай? Түсіндік дейді, ешкім тыңдағысы келіп тұрған жоқ. Жай типа сұрап атыр да. Негізінде ұрып атыр дейді, анау аямай ұрып атыр дейді. Содан кейін шығарды дейді. Бір камераға кіргізіп қойды дейді. Түрменің отырған адамдар дейді, анаяқта. Мүмкін өздері де анау полицияның біз ойладық та, әдейі сондай киініп алды да, анаяқта енді. Содан дейді, ұрып, анау-мынау сондай допрос солар жасады дейді, анау камерада. Сұрады, қалай не болған екен. Содан кейін айтып бердім. Одан кейін екінші рет қайтала дейді. Екінші рет қайталаған кезде ұрып бастады дейді, аналар енді. Отырған. Мен ойладым, олар сол жерде отырған зәктер деп. Ана бала айтады. Енді ана жерде бәрі бар дейді. Оларда бәрі бар дейді. Телевизор бар, кружкалар бар дейді, чайник бар. Бәрі адамша дейді. Тек қана біз ит сияқты жатырмыз да, ештеңе жоқ бізде. Міне, матрас пен одеяло берді, болды, қалған ештеңе жоқ. Содан ана оны енді ол солай айтып берді. Содан кейін екінші баланы алып келді. Ақжол деген бала. Оны алып келді. Ол деген енді ол айтады, тура сол болды. Айырмашылығы швабраны алды да, көтке қарай қойды да, айтты, мынаны қазір ішіңе тығамыз дейді, айтпасаң дейді жөн. Айт дейді, кім сені шақырды, кімнің артынан барды, кім саған ақша төледі. Айқайлап жібердім дейді. Мен ештеңе кінәлі емеспін дейді. Мынау істейін деп тұрғандарыңды Алла көріп тұр дейді. Алла жазаларыңды береді дейді. Бірақ мен айтарым болса айтушы едім дейді. Бірақ ештеңе айтатын қосатын жоқ дейді, мынадан басқа дейді. Содан
мен кінәлі емеспін дейді да, бірақ көріп жатқандарыңды Алла көріп тұр дейді да, істейін деп жатқандарыңды деп қоя қойды дейді да бір кезде. Соны енді түнген шығар мына бала, бәрібір істесек те ештеңе айтпайды. Енді жазықсыз адам өзі үшін өзіне қалай алады бір нәрсе, былай қарасаң. Үшінші бала жоқ, түн болды, қараңғы, жоқ да ана үшінші. Бір кезде кіргізеді, екі қолын былай. Дем алмай. Қосаға дейді, дем алмай тұрым дейді да. Мен бір простыны алдым, ескі простыны болды біздің ең басынан ана жамалып жүрген. Бір простыны 3 адамға кестік деп тұрдым да. Анан былай қарасам, екі жағынан былай ысып кеткен анау. 4 қабырғасын сындырған ғой анан. Әбден зорлаған ғой. Ол баланың и так бір көзі жоқ. Соқыр болып қалған. Бір көзінен айырылып кетті анаяқта. Жасуан ба? Жоқ. Басқа бала. Батыр деген бала. 95 жылы. Мүлдем жазықсыз бала. 5 күні сағат 12-де ма? 12-де Төле би бойында. Көзіне резиновый пуля. Сондай тиген ғой. Сондай баланы алады да аналар, сындырады да. Ол енді айтады да. Оның айтқаны мүлдем сұмдық та. Мені осылай ұрды, бүйтті, сөйтті дейді да. Содан бір камераға кіргізді. Ол жерде біреу дейді да, былай әбден дірілдеп анандай дейді да. Оны ұрды бір орыс па дейді да, сондай. Ол дейді. Содан одан шығарып қайтадан ұрады дейді да. Ұрмаған жер жоқ дейді да. Басы былай оның ысып кеткен анан. Оны енді әбден ұрды. Енді мықты бала да. Оны енді перевязка жасап былай жұпаттық енді. Соны ойладық, бізді де ертең енді апаратын шығар осыған енді. Дайындалып жатырмыз. Айттым бір кезде, балалар мынау болмайды дедім да. Мынау болмайды дедім. Істейік бір нәрсеме дедім. Жазайық дедім. Жазайық, істеп жатқан көрген жазайық бұларға заявление. Содан мен түрмеде жаздым заявлениемді. Түрмеде отырып жаздым. Адвокат келді. Біраздан кейін. Сондай енді бір кезде анау келеді. Аманат комиссия. Айтарым қазір, өтірік комиссия да. Неге дейсіз ғой? Өйткені мені біраздан кейін сол аманат комиссия келгенде айтты. Кіртті, таныстырды өздерін. Анау бір кезде қасыма келеді. Абзал Құспан ба? Сол келеді. Айтады, тез айтыңдар дейді да, біз уақытымыз жоқ. Кім дерсіңдер, не үшінсіңдер дейді да. Әрекетіміз келсе шығарамыз дейді. Жазықсты бұл андай, сендер жазалынып тұрсаңдар, онда жоқ дейді да. Тез айтып беріңдер дейді да. Маған келеді да, айтады, не дедім да, тоқтаңдар дедім. Сендер не үшін келіп тұрсыңдар дедім. Ақиқат үшін келіп тұрсыңдар ма, жай келіп тұрсыңдар ма дедім. Тыңдаңдар, не болды? Айтам ана, не болды, бәрін айтып берем да аналар. Анау жазып алады, айтам, осы 4 больницадан әкелді бізді, 7-ден, 12-ден, БСМП-дан, 4-ден, осындай адамдар жатырмыз, осындай болдымыз деп. Басында алып кеткендердің арасында анандай да болды. Оның алдында түсіп қалған адамдар болды больницаға. 1, 2, 3. Оларды да алып кетті да, бізбен осы. Бірақ оларды соттан кейін сразу жіберді. Өйткені олар не қатысы бар дегенде. Содан осы комиссиядан кейін бір прокурор келді Астанадан. Ол келді, оған да айттым бәрін, как есть. Содан кейін мені ол прокурор шақырмай ма? Сол Астанадан келген прокурор шақырады допросқа. Оған айттым бәрін, қалай осыны. Қазір айтып тұрғандай, тура осыны соған айттым. Айтып, бірақ сұрақ қойды да маған, жазасың ба дейді да. Я жазам әлбетте дедім да. Қалай жазбайсың бұны дейді.
жарайды деді да, жіберді мені. Алды да сол бір сағаттан кейін ба ужиннан айтты, Махамбаев дейді, жүр деді. Мен Санчесқа алып кетті. Бір ағамыз бар, Стыбаев Бекзат Келсінович деген. Ол бесі күні жұмысқа бара жатқан кезде мына Райымбека Сайынаға жетпей 12-12 месяцев деген магазин бар. Сол жерде сағат 12-де жарақат алған ғой ішіне. Міне. Сол мына жерден кірген, былай шыққан, мына жерден енді іштен одан прямая кишкадан боқ ағып жатыр да кәдімгідей. Ол бізбен басында жатты енді. Аға, рахмет. Бізді күтіп қарады андай. Суымызды әкеліп, дәретіміздің ана бұты жүгіріп жүрген. Соны қарасам, тура Санчесқа соң қасына кетті да. Енді иіс деген анаяқта деген бар ғой. Жабық бөлме ғой Санчеста. Бүкіл анау жабық. Иіс деген енді ол жерде не то, что бір күн 10 минут болу мүмкін емес та оның қасында. Енді еще анау колоприемник жыртылған. Сыртынан ағып жатыр. Ағамыз боқтап жатыр. Әлде күйеу нашарланып кеткен. Жата алмайды, тұра алмайды. Жатса тұра алмайды, тұрса жата алмайды. Кәдімгідей сол болып кеткен да. Бір кезде аядымда айттым, енді Алла тағала маған сондай бір беріп жатқан шығар мүмкіншілік. Ол бізді күтті басында. Мен уже жай-жайдан жүріп бастадым. Жай бір ақсандап жүріп бастадым. Енді мен қызмет жасайын ағамызға деп. Ағамыз айтады, дейді, қалайсың, жүріп бара жатсың ғой, дейді, қуаныштымын сен осындай дейді. Мен бір апта болды жалғыз жатырмын дейді, қасыма бір бала келіп еді, ол айтты, ойбай, асылам, мені мына жерден шығарыңдар деп. Ол мына Ақылжан екен. Айтып тұрмын, жатуға мүмкін емес енді. Мен тек қана сол айтады ғой, былай, жақсылыққа жақсылықпен қайтару керек деген. Сол мүмкіншілік болған соң жаттым енді қасында. Одан кейін түсіндім мені не үшін мына жерге жібергенімді. Мен сөйлеп бастадым ғой. Бір жазасы да. Оказывается, сол жерде басқа орындар болған екен Санчеста. Бірақ мені әдейі сол камераға камера ғой, палата камера. Тықып қойған да. Өйткені сол түнде больницадан, төртінші больницадан, или областной больницадан балалар келді. Біздің қасымызға жатқызып қойды. Серік деген бала. Ол жерден енді, ойбай, мен жата алмайым, наны искем, түні бойы, таңертең содан кейін дәрігерлер келген соң, шығарыңдар мені, Балжан шығар деп, оны шығарды. Мен шығарасыңдар ма, сен жат деді. Одан кейін бізге келген аяқта болып жүрген врач перевязкаға айттым да, мен не үшін мына жерге жіберіңдер дедім да. Мен не істеп қойдым да сендерге деп. Былай, приказ дейді да. Деп түсіндім да енді. Соңына ағамыз халдеміз нашарланып бара жатыр. Күннен күнге сайын, ойбай, асыламын, бүйтемін, сөйтемін дейді да. Оған не адвокат келмейді, не туысқандар келмейді. Ешкім жоқ та енді. Ол жатыр. Мен ана айтам да, сендер басқа біреуді алдасаңдар алдау мүмкінсіңдер. Бірақ менің алдай алмайсыңдар деймін да. Көбісіміз бәріміз аяқпен, қолмен сондай жарақат. Ішпен жатқан үшеу-ақ дедім да. Біразын танып тұрмын да, сол жерде жүріп, сұрап дегенде. Сонда не ағамызды жаталғызбай жүрсіңдер ма, мына больницаға барып дегенде, жасамайсыңдар ма, ананың түрлерін қарамайсыңдар ма деп тұрмын да. Айтып, 4-ші күн бе, 5-ші күнге оны. Әйтеуір, больницаға. И то договор жасадық та, анаяқта. Олар айтады, сен енді, кім еді ата? Мына жерде ештеңе айтпа, анау-мынау, қазір комиссия келгенде бәрі жақсы деп айтты, біз ағаны шығарамыз. Мақұл дедім. Болды, сендер кереметсіңдер, солай айтамын деді. Соң ағаны шығарып жіберді, келесі, мен де заявление жаздым, айттым, ешқандай бір разница жоқ, не аяқта отырсың, не мына жерде. Оданша басқа біреуге, кімге шынымен керек адамды жатқызбайсыңдар ма мына жерге. Мен заявление жазып жібердім да, мені бұл жерден шығарыңдар, мен отказ берем деп, мына емделуден.
Өйткені сол жасайтын сол перевязка болды, қалған ештеңе жоқ. Бір асып бара жатқан бір квалифицированный помощь жоқ ол жерде. Содан алды да мені мүлдем басқа постқа, біз жатқанымыз 25-26, мені алды да 13-ке апарып жіберді. Басқа адамдармен дегендей. Сол жерде бір ұрлап, мошенниктердің қастарына әкеп қойды да мені. Түсіндім да енді, мен сөйлемесін деп, басқа адамдарға әсер етпесін деп, мені басқа жерге апарып қойды. Сол жерден 10 қаңтарға дейін жаттық. Ол жерде енді айтайын. Бізге қандай тамақ берді? Ол жерде тамақ қандай берген? Аспан мен жер. Аняқтың сорпаның арасында ет, жұмыртқа, май, алма, лимон, сүт бәрін беріп жатыр да. Кәдімгідей. Бізге келгенде сумен сол кішкене бір 5-6 күріш, бір картошка бар болса бар, жоқ болса о да жоқ. Еттің андай бір үзінділер, жіп-жіп сондай бар. Таңертең келетін мисканың жартысынан аз каша. Соның типа второй дейді, бірақ макарон да или күріш. Болды да. Алла дейсің да, мынау не деген дейін да енді. Әділетсіздік та қандай. Содан 10 қаңтар күні, 9 қаңтар күні адвокат келеді. Ақпан, ол уже ақпан, иә. 9 ақпан күні адвокат келеді. Содан кейін бірінші рет мамаммен кездестім. Мамам жылайды. Мамамға заявление беріп жібердім. Заявление берген айтты, қазір адвокат шақыр дедім мен. Ол адвокатқа мен бір күні беріп жібердім заявлениемді. Ақпанның бірі. Соның 9 күні мамамен кездестім. Одан кейін адвокатпен кездестім. Ол айтты, ертең дейді, қараластырылады сенің. Ходатайство бердім. Көреді дейді, телефоныңды қарайды, анау-мынау. Жіберсе жібереді, жібермесе көреміз дейді. Соң қарады, айтып тұрмай, телефонда ештеңе жоқ. Мен білемін да енді. Ештеңе тапқан жоқ маған ешбір компромат. Подписку оны күні кешке қарай жіберді. Жіберді. Анамда сол туысқандарым, достарым күтіп алды мені. Бардым. Шыққан соң бір 10-15 күндей тағы да емделдім. Реабилитация өтіп, содан тергеуге, сол антикорға соған барып, сол енді соңында айтатыным, мына бәрін тыңдап болған соң, қазір мына осы біздің мемлекеттің басшылықтарына, осы МВД-ға, прокуратураға ең басы айтатын мына Қасым-Жомарт Тоқаев президентке айтатын. Осы біреулердің политикалық бір нәрсеме ойындар, оның сомен мына адамдар, қарапайым адам бар ғой, қырым болып қалды, біреулер өліп қалды. Ана жатқан кезде, 12-ші больницада жатқан кезде, мен медсестралармен санитаркаларды сұрап, не болып жатыр дегенде, ой ағай, сұрамай қойыңызшы дейді, жылап шаршадық дейді, өңкей келіп жатқан жас балалар, марқұм болып жатқан қазақтың жас балалар дейді, 20-25 жастағы дейді. Морг толып, қайтадан алып тастап, қайтадан келіп жатыр да, 5-сі, 6-сы, 7-сі естіп жатқан сол әңгіме. Солар қырылып кетті. Біз жарақат алып кеткенбіз, Енді сізге біреу өтірік айтты, 20 мың террорист болды. Өтірікті айтты кәдімгідей сізге, алданып қалдыңыз, Бірақ мына біздің не қатысымыз бар оған?
Біздің не кінәміз бар? Біз террористпіз ба? Біз бір бұзақымыз ба? Біз арандатушымыз ба? Жоқ. Арамызда бір жоқ ондай адам. Не арандатушы емес, бұзық жасаған жоқ, ешкімді ұрған жоқ, қирап атқан жоқ, мародерство жасаған жоқ. Террорист емеспіз біз. Бірақ не істейін деп отыр? Көрдік әділетсіздік сотты. 3 минут өтіп атқан. Ешбір фактыға, ешбір нәрсеге қарамастан алды да бізді арестке жіберді. Алды да бізге 272-2-ні іліп қойды. Мен Махамбаев Қосай талап ететін осы статьяны алып тастасасын. Жазықсыз менен басқа бала адамдардың мойнынан алып тастасын. Міне. Және біреулер мысалы анау арандатушылардың артынан барып мародерство жасап оларға алды да сындырып берді да бір нәрсемен. Анау сулпактарды анау айтты да міне кіріңдер, алыңдар деп. Адамдарды сол жерге, я? Ол бүкіл басқа адамдардың ойын екенін қазір түсініп отырмыз. Бәрі түсініп отыр оны бәрін. Адам мал емес, топас емес, бәрін түсініп отыр. Бұл қайықтан не шығып отқанын. Бірақ біз қарапайым адамдар, біз тек қана не сұрап отырмыз сонда? Мына қант 600-700 теңге болмасын. Анау ұнның бағасы 15.000 теңге болмасын деп. Мына газдың бағасы 50 теңгеге болмасын деп. Тек қана сұрайтынымыз сол ғана. Біздің өмірімізді қиындатпаңыз. Анау локдаунмен өтірік бар ғой, вакцинаны жасадың, жасамай, зеленый, красный, синий қойып бізді бар ғой бәрімізге мына жерге. Сен синийсің, саған өтуге болмайды, сен вакцина алмасаң бүйткенсің, онда біздің конституциялық құқықтарымыз қаяққа кетіп қалды. Тағы да айтамын, біз жай қарапайым адамбыз. Жай өзіміздің еңбекпен нәпақамызды өзіміздің жұмыспен тауып жүрген адамбыз. Кедергі жасамай, наоборот, бізге бір көмек жасағанның орнына алдыңызда бізді осылай жазалап отырсыз. Мен ештеңе жасаған жоқпын, және адамдар ештеңеге кінә емес. Бізді осы статьяны алып тастауыңызды, ақтауыңызды мен талап етем. Айтатыным сол. Аға, сізге рахмет, барша халыққа рахмет, адвокатқа рахмет. Ең алдына Аллаға мен шүкіршілігімді білдірем, рахмет айтам. Сол жерде өліп кетпегеніме, тірі қалғаныма, аман сау қалғаныма, соған шүкіршілік етем. Айтарым сол. Ассалаумағалейкум. Олар көбінесе маскамен болды. Олар көбісі анандай специальный маска бар ғой, бұлай киетін. Соларды киіп қойған. Және басынды көтерсең, міне, солай етіп қойған. Кіргенде де енді. Расы керек, бір-екі адам артынан келіп, маскасын шешіп, кәдімгідей жылап, кешірім сұрағандар бар. Мен жүрекпен, шынымен сол кешірім сұраған адамдарды кешірдім. Енді оларды айта алмаймын да енді. Олар айтты, бізге осылай приказ түсті, осылай істеңдер деді. Олар да приказдың құлы ғой, былай айтқанда. Олардың құдайы приказ ғой. Одан ары қарай бара алмайды. Ол да системаны танимыз біз. Туысқандарымыз бар органда істейтін. Бәрінің мойындарына кредит, ипотека іліп қойған. Қазір органнан шықса болды, мынаны айырыласыңдар пәтеріңнен, анау-мынау солай байлап қойған олар. Полицияны, әскерді, системаны танимыз ғой, қалай не істеген. Міне, бұрында осы полиция, қауіпсіздік органда жұмыс істейтіндерге бәріне тегін пәтер болатын. Қазір тегін ештеңе жоқ. Бәрінің мойнына ипотека іліп қойған. Қазір жұмыстан шығып кетсең, олардың қолынан ештеңе келе алмайды, ештеңе істей алмайды. Үйреніп қалған өйткені коррупциямен өмір сүріп. Өзінің отбасың бар ма? Бар, семьям бар, 3 балам бар менде. Анам 73 жастағы.
осы қиыншылықты бәрін мына шыдамай қалып өзінің төркінінің үйіне қатыным кетіп қалған Ақтөбеге, шыны керек. Осының әсерінен бизнесімді жоғалтып алдым мен. Қазір бар ғой, анамның мойнында груз болып отырмын да, мына осындай жасқа келіп, өзім ұят болса да, не болса да, шындық сол да, ақиқат енді, иә. Анау 73 жастағы анамның мойнында қазір осындай енді өзіңіз ойланыңыз, алып кетті, 2 айға санкция берді. Ол жерде айтып жатыр да, ол қазір қашан бітеді, бір Алла біледі оны. Бар ғой? Алдық та кафені жауып тастадық. Өйткені мен жоқпын, болды. Бәрін істеп жатқан мен жалғызым. Сол жұмысымнан айырылып кеттім. Жарақат осындай, әрең жүрмін қазір. Оныкі, ол сынақты кім шыдайды? Біреу шыдайды, біреу шыдамайды, біреу кетеді енді. Мен ешкімді кінәлап жатқан жоқпын. Бірақ осының әсерінен мен бизнесімнен айырылып тұрмын, мысалы. Солай жағдай, күй осындай қазір.